Түйе туралы жалпы ақпарат. Түйе бағу жолдары. Түйе құрғақ және шөлейт аймақтарға бейімделген төзімді жануар. Түйені бағу төмендегі ерекшеліктерді ескеруді талап етеді. Азықтандыру. Түйе шөптің 50-ден астам түрімен қоректенеді. Олар көбіне жусан, қараған, сарсазан сияқты өсімдіктерді жақсы көреді. Су ішу тәртібі. Түйе ұзақ уақыт сусыз өмір сүре алады 7-10 күн, бірақ суға қолжетімді болған жағдайда бір ішкенде 100 литрге дейін су іше алады. Климаттық жағдай. Шөлейт, жартылай шөлейт аймақтар түйе бағуға қолайлы. Түйе ыстықта да, суықта да бейімделе алады. Күту және емдеу. Түйенің тері аурулары, қотыр экзема мен асқазан ішек жолдары аурулары жиі кездеседі. Сол себепті ветеринарлық бақылау қажет. Саусақ аурулары. Түйелердің аяқтарының саусақтары ауырса, олардың жүрісі қиындайды. Ишек аурулары. Аурудың себебі дұрыс қоректендірмеу, немесе судың ластығы болуы мүмкін. Тері аурулары. Паразиттер немесе қолайсыз жағдайлардан пайда болады. Өк түйенің пайдасы. Түйе ет сүті адам ағзасына пайдалы өнім, көптеген дәрумендерге бай. Түйе жүні жеңіл әрі жылы киімдер тігуге пайдаланылады. Тасымалдау құралы. Ежелгі замандардан бастап түйе сауда және көшпелі өмір үшін негізгі көлік құралы болды. Түйені қайда бағуға болады? Түйе бағуға ең қолайлы аймақтар. Шөл және жартылай шөлейт аймақтар, Қызылқұм, Мойынқұм. Қазақстанда оңтүстік және батыс өңірлер, Маңғыстау, Қызылорда, шөлейт аймақтардағы жайылымдық жерлер. Түйенің түрлері. Бактриан, екі өркешті, суыққа бейім, көбінесе орталық Азияда таралған. Үстыққа бейім, көбінесе Африка мен таяу шығыста кездеседі. 6. Араб түйелері ертеде қандай рөл атқарған? Көлік. Араб түйелері шөл далада негізгі тасымалдау құралы болды. Олар жүк тасып, ұзақ сапарларға төтеп берді. Сауда. Түйелер шөл кемесі аталып, жібек жолы бойындағы сауданың басты құралы болды. Әскери мақсат. Кейбір тарихи кезеңдерде түйелер соғыс және әскери тасымал үшін қолданылды. Діни маңызы. Түйелер ислам мәдениетінде қасиетті жануар болып саналады. Егер қосымша мәлімет қажет болса, сұраңыз. Түйе бағудың тиімділігі. Түйе шаруашылығы экономикалық жағынан тиімді және жоғары пайда әкелетін сала. Оның артықшылықтары төмендегідей. Бірі климатқа бейімділік. Түйелер шөлейт және құрғақ климатта жақсы өседі, бұл аймақтарды тиімді пайдалану мүмкіндігін береді. Қарапайым күтім. Түйелер басқа мал түрлеріне қарағанда төзімді, азықты аз тұтынады және ұзақ уақыт сусыз жүре алады. Көп функционалды өнімдер. Түйе етін, сүтін, жүнін, терісін және тіпті сүйегін шаруашылықта пайдаланады. Түйе етінің өнімдері және экспорты, қасиеттері. Түйе еті ақуызға бай, майы аз өнім. Ол жеңіл қорытылады және калориясы төмен болғандықтан диеталық тағам ретінде танымал. Қазақстанда. Қазіргі кезде Қазақстанның Маңғыстау, Атырау, Қызылорда өңірлерінде түйе еті өндіріледі. Экспорт. Қазақстан түйе өнімдерін көбінесе келесі елдерге экспорттайды. Қытай. Түйе еті мен сүтіне сұраныс жоғары. Таяу шығыс елдері баас. Діни және мәдени себептермен түйе өнімдеріне үлкен қызығушылық танытады. Еуропа елдері. Экологиялық таза және ерекше ет түріне сұраныс артып келеді. Денсаулыққа пайдасы. Түйе еті. Холестерині төмен. Бұл ет жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Түйе еті түрлі амин қышқылдарына бай, ол дененің қорғаныс қабілетін арттырады. Құрамында май аз. Майдың аздығы салмақ тастауға көмектеседі. Түйе сүті құнды дәрумендер. Сүт құрамында А, В, В, С дәрумендері мен минералдар мол. Аллергияға қарсы. Кейбір адамдар сиыр сүтін іше алмаса, түйе сүті олардың баламасы бола алады. Қант диабетіне пайдалы. Инсулинге ұқсас қасиеттері бар. Қандағы қант деңгейін реттеуге көмектеседі. Тері ауруларына ем. Ежелден түйе сүті экземадан бастап псориазға дейінгі ауруларды емдеуге қолданылған. Түйе шаруашылығын кеңейтудің мүмкіндіктері. Экологиялық таза өнім ретінде түйе еті мен сүтін әлемдік нарыққа ірі көлемде шығару. Түйе шаруашылығын дамыту арқылы ауыл шаруашылығы саласындағы экспорт үлесін арттыру.
денсаулыққа пайдалы өнім ретінде түйе сүтін халықаралық нарықта насихаттау. Егер белгілі бір елдерге немесе нарықтарға қатысты нақтырақ ақпарат қажет болса, айтыңыз.